ер адамды тәрбиелеу көбінесе мен ойлаймын әйелдердің қолында. Ана әкеден жаңағы тәртіп жұғады да, ол да әйелден қорқатын чыңу болып шығады. Көптің көкейіне сұрақ деп ойлаймын. Ер баланы ер мінезді қылып тәрбиелеу үшін ата-анадан қандай қателік жасамау керек? Ер баланы ер мінезді қылып тәрбиелеу үшін енді бұл біздің қазақтың қанында болған, қазір соны жоғалтып алдық. Енді қазір бұрын ер азаматты неге қадірледі? Ер азамат табыс әкелді. Мал бағады, аңға шығады, шөп шабады, қар күрейді, табыс әкелгеннен кейін әйелдің табысы төмен, әйел бағынышты болды. Қазір көп жағдайда әйел күйеуімен бірдей табыс табады, кейде күйеуінен жоғары табыс табады. Содан кейін еркектің неменесі түсті, статусы. Сондықтан ер адамды тәрбиелеу көбінесе мен ойлаймын әйелдердің қолында. Қай уақытта? Қазір мына 91 шығып жатыр да, құлағына сырға тағып, шашын бояп, осыны айтады, сен неге оны айта бересің? Ол коронавирус. Қазір жұққан. Ана 91-дікі коронавирус. Өйткені ол мына коронавирус қасыңа барсаң жұғады. Мысалы қорқып жатқанда, анау телевизордан жұғады, инстаграмнан жұғады. Оны ғалымдар зеркальный нейроны дейді. Бір адам не істеді, екінші адам қаласа да, қаламаса да нейрон қабылдап алады да, тура соны істей бастайды. Қыздар, балалар шашын бойлап, сырға таға бастайды, онан кейін ана голубойлар онан кейін шығады. Біздің әкелеріміз, шешелеріміз, мысалы менің шешем былтыр өмірден қайтты, 88-ге келіп. Анда-санда менің жұбайым ауырып қалған кезде, болмай қалған кезде мен барып, газға барып, ана шай қойып, тамақ қоя бастағанда шешемнің жаны шығып кетсе жаздайтын. Жолама қазан ошаққа деп. Шешем өзі 15 бала тапқан. Сонда менің апам, Ақбалық апам, ол кісі 90 жас жасады, өмір бойы ұлдарды қазан ошаққа жолатпаған. Қатын басшы болып кетесің, әйел сияқты болып кетесің, еркек болу керек. Бар, даланың жұмысын істе. Сонда шешем кәртейседе барып, мен отырғызып қояды да, өзі әкеліп, қолы қалтылып, маған шайды өзі құйып беретін. Сондықтан қыздарға айтатыным, қандай қателік жасамау керек? Ешқашан еркекке қарап, әй, сен неғып жатырсың? Сен анау, мынау деген сөзді айтпа. Қанша ақша тапсаң да, еркекке пол жуғызба. Енді ауырып жатсаң әрине, балаң кішкентай болып жаңа босанып жатсаң әрине, ол кезде көмектесу керек. Бірақ енді еркекті мен көп ақша таптым екен, мен осылай білімді екенмін деп еркекті табанға салуға болмайды. Ешқашан. Неге? Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Соны көріп өскен еркек бала, анасы доминант болып, анасы еркектен жоғары тұрғаннан кейін, ана еркек бала, ана әкеден жаңағы тәртіп жұғады да, ол да әйелден қорқатын чыңу болып шығады. Анандай тәрбиені көрген қыз бала, ертең еркекті сыйламайтын болып шығады. Күйеуіне А десе Б деп, керек келсе боксқа, дзюдоға барады, төбелесе кететін қыз шығады. Ажырасу содан шығады. Сондықтан еркек болып өссін десең, қызың еркекті сыйлайтын жақсы ана болып өссін десе, отбасында тура сондай тәрбие беруге тиіс. Еркек болу керек, әйел болу керек. Сондықтан мен қыздардың мына боксқа барғанын, дзюдоға барғанын, штанға көтерген мүлде қаламаймын. Менің қазір немере қызым өсіп жатыр. Оны балетке бер, гимнастикаға бер, басқа бір спорт тұруға бер, нәзік тәрбиелеу керек. Ол ана. Содан кейін ер адамды қалай болған кезде ер адам жоғары санау керек. Менің, мысалы, енем әлдеқайда адуынды, денесі үлкен, бірақ қайнатамның мінез өте жұмсақ. Мен өзімнің жұбайымен алғаш барып жүргенде айтатын, атаң біледі, атаң ұрсады. Ойлайтын, атам бір қаһарлы адам екен десем, о кісіден мейірбан адам жоқ. Бірақ соны жоғары қойып отырады. Міне, әкең біледі, әкең өлтіреді, әкең ұрсады, әке, ер азамат деген кезде, соны естіп өткен бала ер азамат өзін айтады. Мен азаматпын, үйдің қорғанымын. Әйел адам айтады, мен үй үшін. 100 жерде жоқ ақша көп тапсам да, Ресейдің Москва слезам не верит деген киносы естеріңізде ме? Во всяком случае, на будущее я тебя очень прошу, уж будь любезен, без моего разрешения таких действий не предпринимать. Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина.
ана слесарь күйеуі, ал әйелі директор, үлкен фабриканың директоры. Бір күн әйел бір сөз айтқан кезде, өктем сөз айтқан кезде ана слесарь айтады: енді тағам маған бұндай сөз айтатын болсаң, менің аяғым бұл үйде болмайды дейді. Сен еркекті бүйтіп таптама. Сондықтан еркектің мына неменесін, оны отбасына не көреді, соны біз айтамыз. Тойда сөз сөйлеген кезде сен қандай 100 жерде шешен болсаң да, 100 жерде көсен болсаң да, еркектің алдына шығып сөйлеуге болмайды. Ер азамат оны бала тәрбиелейді, жеке басының үлгісімен тәрбиелеу керек.